бәрін кешіріп жібереді дейді. Дүниелік айтты ма? Сендердің салауаттарың сендерді тазалайды деді ма пайғамбарымыз? Жүрегімізді тазалады ма? Болды ғой, жүректің тазалығын артып не керек енді? Рахат, ұйқы, тыныштық, жүрегіңе Алла амандық пен тыныштық, сәкина салып қояды, дүниеде. Ақыретке ше? Юғфару лака замбук деді пайғамбарымыз. Алла күнәң бәрін кешіріп жібереді дейді. Ненің құрметіне? Пайғамбарға айтылған салауаттың құрметіне екен, саллаллаху алейхи уассалам. Көрдіңіздер ма? Енді қараңыздар, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам имам Ахмад деген хадисінде айтады. Кімде-кім бір күнде 100 рет салауат айтатын болса, дейді. 100 рет. Тым қиын емес, иә? Әр намаздан кейін 20-20-дан бөліп қойыңыз. 3-ақ минутта кетеді. 100 салауат айтады дейді. Кімде-кім 100 салауат айтса бір күнде, Алла оның ақыреттік 70 қажетін дейді. Дүниелік 30 қажетін өтейді дейді. 100 қажетін өтеп береді деген Алла. Ақыреттік ең көбін қаяққа алып қойып тұр, ең қиын кезеңге алып қойып тұр. Яумы сақ дейді. Ең ауыр күн ол. Адамдардың қабағы түйіліп кетеді, ашылмайды адамдардың қабағы ол күні. Бір-бірінен қашып кетеді. Әке баладан, шеше қызынан, әке шешеңнен туған өзіңнің бауырың, әйел бала шағаң ешкім керек емес деп қашатын күнге 70 қажетті алып қойған. Көрдіңіздер ме? Бәрі қашып кетеді бір күні. Ол күні ешкім, пайғамбарлардың өзі қашып кетеді, сізден білесіз бе? Адам атадан бастап қашып кетеді барлығы. Кім ғана қалады? Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам ғана қалады екен. Көрдіңіз бе? Сол ғана қалады, болды. Және оған айтылған нелер қалады? Салауаттар. Тіпті ғалымдар кейбір риуаяттарда айтады, әлсіз болса да айтып кетейін. Ана қыл көпір бар ғой, өтетін, дұрыс па? Көпірге иман келтірдік қой сол. Сол көпір, қыл көпір. Содан кімде-кім дүниеде салауат айтса дейді, маған айтылған салауаттар 2 қолтығынан көтеріп алып өтеді дейді. Көзді ашып жұмғанша дейді. Және біреуіне құрбандыққа шалынған малдар деп айтады, дұрыс па? Естігенбіз ондай нәрселер. Ең ауыр күнге сол не береді екен? Пайғамбарға айтылған салауаттар өте көп көмек береді екен. Енді қараңыздар, кімде-кім сол бір салауаты, айтып жатырмын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып жатсыздар ғой, дұрыс па? Енді қараңыздар, кімде-кім бір салауат айтатын болса дейді, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, Алла оған 10 жақсылық істеді деп жазады дейді. Іштің істеген жоқ, сабақта отырсыз дейді. Тек саллаллаху алейхи вассалам деп қойылды, болды. Алла 10 жақсылық істеді деп жазады дейді. 10 күнәсін кешіріп жібереді дейді ананы. 10 дәрежеге көтеріп тастайды дейді. Ал ойлай беріңіз, 100 рет салауат айтсаңыз кетті ғой, күнәлар да кетті, дәреже де кетті, дүние ақыретте көтеріп қояды Алла. Жақсылықтар өзімен өзі жазылып жатыр.